мен көмектесуге дайынмын. Әрине, Тимурда сұрақ туындайды бұл кезде. Қалай? Екеуі бірін-бірімен әлі де көмегін сұрайды, дос емеспіз дейді. Бәлкім шынымен де байланыстыратын нәрсе бар шығар дегендей. Осы нәрсеге жауап берейін дейін, соңғы сөзіңізге айтқан. Қалай қашан көмек сұраса да барам деген нәрсе, ол былай мынандай дәрежеде түсіндірілді да, егер де сондай жағдай болатын болса, мұқтаж болатын болса, басқа ешкім болмаса, мен қарсы емеспін. Ол да маған дәл солай көмектесетініне мен сенімдімін, Балауса ханым. Бірақ біз олай бір-бірімізден көмек сұрайтын адам емеспіз. Арамыздағы сыйластықтың қандай дәрежеде қалғанын көрсету ретінде ғана образына айтылған сөз болды. Бәлкім сіздердің екеуіңіздің де ешқандай жұптарыңыз болмады. Сондықтан да әркім өз дегенін жасап жүрген шығар. Көмектесетін болса да ешкім кедергі емес дегендей, бірақ енді сіздердің үміткерлеріңіз бар. Яғни қатысушыларға сіздер үміткер ретінде келіп отырсыздар. Нақты былай жасайық, бірінші Тимурдан сұрайын мен. Енді бұл қарым-қатынас қалай болуы керек және сіз таныстықты жалғастырасыз ба? Таныстықты жалғастырасыз ба дегенге мен былайша жауап бергім келіп тұр негізі. Бір сөйлесіп көргім келеді, бірақ мен бұл киноның ортасына түскім келмейді. Бұлардың сыртта ұйымдастырып жүрген кинолардың арасына мен кіргім келмейді біріншіден. Мен таныстықты осы жерде ақ тоқтатып тастағым келіп тұр. Бірақ енді не дегенмен де сыртта бір сөйлесіп, асықпай бір тағы да мән-жайды асықпай білейік. Келесі эфирде бір сөйлесіп келіп жауабын айтсам. Бір сөйлесейік дейді Гүлвира. Мен айта кетсем, мен Тимурға осы уақытқа дейін де барлығын айтып жүрмін. Тіпті телефонымда да көрсеттім. Қарым-қатынас, мен айтқан болатын, қарым-қатынас сенімнен құралады деп. Егер ол кісі маған сенбейтін болса, таныстықты тоқтата салған дұрыс сияқты. Жоқ, Балауса ханым мындай ғой. Керек емес, менен күдіктеніп, маған сенбей, мынандай әңгіме, андай әңгіме, негізі расымен де ғой, естіген құлаққа емес, көрген көзге сену керек қой. Бұл жерде мен білмеймін, Жанболат бізге қандай өші қалып кеткенін, сосын оразға айтқым келеді. Сенің осындай бауырың, інің тұрғанда саған сырттан жау керек емес сияқты. Балауса ханым, мен бұл тек қана бұл оразғалиға қатысы бар емес. Сенім болу үшін, Гүлвира, ол үшін бір-бірлеріңізді тануларыңыз керек. Ал сіздің өзіңіз айтып отырсыз, иә, бір ай бұрын бір ай бұрын емес, 1 маусымда кездестік, болды, сол ғана. Одан артық бізде егер шындығына келетін болсақ, біз бір-бірімізді барлық жерден блоктап тастаған болдық. Сол күннен кейін біз блоктап тастағанбыз барлық жерден. Тіпті қазір бет-әрлеу бөлмесінде Гүлвира отырған көріп, мен кіргім келген жоқ негізі. Бірақ басқа амалым болған жоқ. Мен қайтадан артқа шығып кеткенін. Потому что осындай әңгіме болды. Неге деген сұрақ келіп жатыр қатысушылардан. Потому что қазір осындай әңгіме отыр, екеумізді сыбайласып келген, келісіп келген деген сияқты. Мен сол әңгіме ары қарай өрбіп кеткенін қаламай сол жерде отырғым келмеді. Бірақ енді білесіздер, заң солай, амал жоқ, отыруға тура келді. Тимур, енді сыртта сөйлесіп көрейін деп отырсыз ғой. Иә, дәл солай, сыртта сөйлесіп көргім келеді, тағы да біліп, мән-жайды толықтай біліп. Мен тек қана оразғалиға мен байқамадым. Себебі мен отбасым туралы, басқа туралы, ертең бір 4-5 айдан кейінгі планым туралы, алдағы мақсаттарым туралы ешқандай әңгіме болмайды біздің арамызда. Тек қана осы эфир оразғали қозғалатын ол нәрсенің бәрі. Өйткені ол сұрақты маған сіз қоясыз ғой эфир туралы. Мен сізге қызығушылығым болмаса, мен өзім сізге хабарласпаймын, өзім сізді кездесуге шақырмаймын, қашан кездесеміз деп сізге қайта-қайта жазбаймын. Мен сізді сағаттап 5 сағат күттім ба, 12:30-ға дейін түнгі далада жүрдім мен, сізді мұздап суықта күтіп жүрмеймін, ұйқымды босқа қиып сізді күтіп жүрмеймін. Балауса ханым, мен енді таныстыққа тоқта қойым келіп тұр, осы жерде таныстық жалғаспайды. Себебі біздің арамызда мындай немен диалогпен ешқандай не өрбімейтін сияқты дұрыс. Әрине, өйткені сіздің әйгерімге айтқан сөзіңіз бар. Менің үміткерім жақсы қыз, иә, ол болмағанда сенімен танысып көргім келетін еді деген. Мен оның бәрін айтқым келген жоқ. Мен сізбен кеше сөйлестім ғой. Мен жай ғана сізге сенгім келеді да, ал сіздің тарапыңыздан маған деген сенімді көріп тұрған жоқпын. Мүмкін сіз әйгеріммен танысып көргіңіз келгендіктен таныстықты тоқтату үшін осындай бір әңгімелер шығарып тұрған шығарсыз. Тимур, енді мен сіздің күдіктеніп тұрғаныңызды әрине түсініп тұрмын. Оның үстіне біз оразғалидың өзін шақырып отырмыз. Бұл кісілердің бір уақытта жобада пайда болуы, ол да мәселе болып көрінуі мүмкін сізге. Бірақ асығыстық шешім қабылдаған дұрыс емес деп ойлаймын. Балауса ханым, негізі енді мен бір сөйлесіп көрейік, келесі жолы не айтамыз. Нақтысы. Әйтеуір бір тоқтамға келіңіз. Нақты сөйлесіп көргіңіз келе ма, жоқ па? Сыртта бір сөйлесіп көрейік, Балауса ханым, рұқсат болса. Онда сіз Гүлвираның да уақытын алмай, күттірмей, дұрыс кездесу жасаңыз, сыртта сөйлесіңіз. Бір мүмкіндік сұрап отырсыз. Гүлвира, келістік қой, иә? Жақсы сөйлесіп көрейік бір рет. Жақсы. Келгеніңізге рахмет, сізді шығарып салайық. Тимур, сіз жайғасыңыз. Сау болыңыз. Жеке кездесулеріңізді көрейік. Күтеміз, екеуіңіз ғана барғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Кейбір адамдарды ертпей. Ал Оразғали Сандуғаш, сіздер жайғасыңыздар мына жаққа қарай. Өздеріңізбен сөйлесейік. Бірінші енді тіпті сіздерді осылай шақырып алдық, ортаға кездесу болды ма, болмады ма сұрап та үлгермедік қой. Кездесулеріңіз болды ма негізі? Кездесу болды. Фото-видеоларыңыз бар ма еді?
Негізі бүгінгі әңгімеге дейін, кешегі әңгімеге дейін сіздер жақсы сөйлесіп пе едіңіздер негізі? Иә, барлығы күшті, керемет болған, маған кездесу ұнаған етін. Сізге ұнады? Иә, жақсы жақтарымды айтып кетейін енді. Тойда бірінші рет көрдім, бірақ тойда алғашқы әсері маған өзі айтып қалған, сәл қопалдаумын деп ше. Сол күні менің үстіме су төгіп алған болатын. Сөйтіп есте қалған болатын, ал кездесуде болған жағдайға байланысты біз тамақтануға барамыз алдымен, киноға бармай тұрып. Сөйтіп тапсырыс беретін кезде бұл кісі телефоным жоқ дейді. Телефонын жоғалтып алыпты. Сөйтіп шығып кетеміз біз опал-топал. Жүрген жерімізді қайтан көшеде аралап. Сөйтіп менің есіме түседі, ол біз тапсырыс берген жерде ол телефонмен біреумен жазысқанын и сол жерде қалдырып кеткенін. Сөйтіп біраз сандалғанымыз бар енді. Одан кейін табылды ма? Иә, табылды. Табылды. Тағы да көп жағдайлар болды, оны Оразғали айтып берсе енді қалғандарын. Екеуміз осы жерден шығып, бұл кісінің үйіне барып, ыңғайлырақ киім алып, әрі жылы киім шықсын деп, содан кейін екеуміз бір ойын-сауық кешенінен немесе бір фудкортқа барып тамақ ішеміз деп ойладық та, содан кейін шығып бір жерге, бір емес бірнеше жерге бардық. Қырсыққанда сол күні енді жұма күні көп білесіздер, адам көп болады, көп барлық жерде. Көп жерде адам бар болып шығып, бір бос жер тапқан кезімізде ол жердің мәзірі ұнамады сандуғашқа. Содан кейін біз ол жерден тұрып шығып кеттік. Сол кезде енді біз өткен маусым қатысушылармен жақсы араласамыз, жансая бар ғой. Сонымен жасып отырған кезде сол жерде отырған мен телефон ұстап, содан кейін бұл жер ұнамағаннан кейін біз шығып кеттік та, біраз жерге барып келгеннен кейін, басқа жерлерге, заведениелерге кіріп шыққаннан кейін қарасам телефоным жоқ. Сөйтіп түсінбей қалдым, сол жерден іздедік. Жоқ, біз сол жерде таппай қалдым, мен сол жерде отырғанда таппай қалдым. Сөйтіп жаңадан барып келген заведениелерді қайтадан аралап келдік та. Сосын сол жерде жансаямен сөйлесіп отырғаным менің сандуғаштың есіне түседі ғой. Сөйтіп барып қарасам, сол жерге жаңа даяшы әкеп берген мәзірдің астында тұр екен телефон. Жақсы, табылды ғой, оны білдік. Одан кейін екеуміз киноға бардық. Киноға барғаннан кейін, оказывается, қазір 5000 теңгелік купюралар қабылданбайды деген ғой ескісі. Соны біз кинодан әрі тамақ заказ беріп қойып, әрі билет алып қойып, ақшасын төлесек, уже бізге қайтарып тұр ғой, 5000 теңгеліктер өтпейді деп. Сөйтіп жүрдік, бер жүрдік, енді мен оны былай кешірім сұраймын, счеттармен төлеуге қалай қарайсыздар деп сұрасам, ол наличный ретінде тіркеліп қойғаннан кейін басқа карталармен мүлде төлеуге болмайды деп айтты. Содан кейін мен астына ақша іздеп кеттім. Сөйтіп мен басқа жерден тамақ алып келіп киноға кірейін десем, келсем, ана кісілер, жаңағы кинодағы кассадағы кісілер бізге ана тамақты да шығарып тастаған ғой, атпен жасамағанда. Содан кейін біраз қызық болды, сондай біраз сандалып. Алғашқы әсері қандай болды? Солай болып жалғасып келе жатыр ғой әлі де. Олжас ханым. Жақсы, Ернар. Орас таба батыр кәдімгідей. Ол бәрін күшті қылып айтып отырсыздар. Негізі арада бір бағанағы бір-бірлеріңізден байқаған күшті қырлар, бағанағы тәтті сәттер, жымиғаны ұнап қалды, көзқарасы ұнап қалды деген сияқты әңгімелер болды ма? Негізі бар, иә, соған келе жатырық па? келе жатыр. Ұзақ па деген ба? Ұзақ келе жатырық та? Житамай кеттік ше? Болды. Екеуі үнсіз қалды. Бір сәтке уақыт кері айналғандай. Көздері түйісті, таныс, бірақ бейтаныс көзқарас. Сол сәтте мың сөз айтылмай қалды. Нұржан жай ғана «Сәлем, Ақерке» деді. Сәлем деп ол күлімсіреді, бірақ көзі мұңды еді. Олар бір үстелге отырды. Әңгіме баяу басталды. Қалайсың, жұмыс қалай, өмір не, жаңалық деген сұрақтармен. Бірақ ішкі ойлары мүлде басқа еді. Әр сөздің артында бір-біріне айтылмаған өкініш, сағыныш, кешірім жатты. Кофе суып қалды, бірақ олар орнынан тұра алмады. Уақыт тоқтағандай. Сол сәтте Ақерке жай ғана «Біз жақсы адамдар едік, тек бірге өмір сүре алмадық» деді. Нұржан басын изеді. «Иә, бірақ мен еш өкінбеймін» деді ол ақырын. Өйткені сол жылдар менің өмірімдегі ең шынайы жылдар болды. Ақерке күлімсіреді, көзінен жас жылт етті. Екеуі ұзақ үнсіз отырды. Сосын қоштасар сәт келді. Олар бір-біріне сау бол демеді, өйткені екеуі де білді, кей қоштасулар сөзсіз ақ түсінікті болады. Нұржан сыртқа шыққанда аспанда алғашқы жұлдыздар жанып тұрған еді. Ол терең дем алып аспанға қарады. Өмір жалғасып жатыр. Ал артта жүректің бір бұрышында мәңгі сақталатын бір естелік қалды.